оқиғаны бізге жеткізген Дәулетияр Бітімбайұлы дейтін кісі, ол кісі сол Абайдың үлкен баласы Ақылбаймен көрші тұрған екен. Абай мынау кіші ауылы Аралтөбеге келген кезде, сол кезде талайды дастархандас, дәрдес, тұздас болған екен. Сол бір күні Абай келді дейді, жиналдық, кеш жақын, дастархан басында отырмыз дейді. Бір еңгезердей қара кісі келіп келді дейді. Басындағы елтірі тымағы жыртылған, үстіндегі қой жүнді шекпені де жамау-жамау, аяғында кезден сырған башмақ, аңғал, саңғал, әбден тоңғаны көрініп тұр дейді. Абай оған тесірейіп қарап, Әйгерім, мынауың кім деді. Шешеміз айтты дейді, бұл қойшым, өзі көкше, қыс бойы қой жаюға жалдап алған едім дейді. Өзің қойды жақсы көресің. Бірақ қой баққан адамды неге жалаңаш қоясың? Мұның адамдыққа жата ма сенің деп Әйгерім шешемізге зірк ете қалды дейді. Әйгерім шешеміз қысылып, өзімде киім тіктіріп жатыр едім, 2-3 күнде бітіріп беремін деп ақталып жатыр дейді. 3 күн қолып Семейге барам. Осы 3 күннің ішінде киімін тез бітіріп бер деп айтты дейді. Әйгерім шешеміз бас изеп, жарайды деді дейді. Ары қарай шай іштік дейді. Бізбен бірге отырып, жаңа көкше шай ішті дейді. Әбден терлеп, тепшіп дейді. Бойы жылдып болған соң дейді, артқа қарай шегініп отырып дейді. Шегініп отырған соң Абай аға көкшеге қарап, әй көкше, ертең айтшы дейді. Сөйтсе ана кісі қысылып дейді. Абай аға кедейде ертеге бола ма дейді. Әй сені кім кедей қылды деп Абай қайтара сұрады дейді. Мен Құдай ғой кедейге болған деп айтты дейді. Әй сен Құдаймен бұрыннан араз бердің, әлде өштігің бар беді, сені кедей қылады дейді. Енді жоқ, енді мал бермеген соң айтқаным ғой деп көкше ақталды дейді. Сонда Абай тағы сұрады дейді. Әй сен Құдайдың осы елге үлестіріп жатқан малы бар деп естіп пе дейді. Көкше үндемей қалды дейді. Абайға сәл ойланып отырды да бізге қарады да дейді. Міне, қазақтың көбінің сөзі осылай келеді. Олар жас кездерінде жалқауланып, бойларын сол әбден еріншектікке алдырып, талаптанып, алысқа барып еңбек қылып, мал таппайды. Содан кейін кисе киімге, ішсе тамаққа жарымайды, жоқшылықтан арылмайды. Ал сонысын дейді, тағы да Құдайдан көреді дейді. Кедейлігін Құдайдан көреді. Ал бай болатын кісі дейді, аянбай еңбек қылып, талап қылып, басқалармен бас қосып, бірігіп, сол малды да басқа дүниені де жоқтап алады. Сөзінің аяғында еңбек етсең ерінбей, қояды қарның тіленбейді деп аяқтайды. Әрине айтуға оңай. Бірақ Абайды егер біз оқысақ, Абайды егер біз көкейімізге тоқысақ, сол тоқып қоймай ғана қарекет қылсақ, онда біз жаман болмас едік. Мықты мемлекет, іргелі ел болар едік. Солай ғой? Рас. Белгілі тележүргізуші Бейсен Құранбекпен 10 жылдан аса бірге жұмыс істеген телепродюсер оған деген сағынышын жеткізді. Танымал журналистің туған қарындасындай болып кеткен Әлия Құдайбергенова ағасын есіне алып, оны 1 жыл бұрынғы видеосымен бөлісті. Телевизия саласындағы жақынының қазасын Әлия Құдайбергеноваға аса ауыр тиген. Ол әлі күнге дейін оның өмірден өткеніне сенгісі келмейді. Белгілі телепродюсер өзінің Instagram парақшасында Бейсен Құранбек туралы кезекті жазбасын жариялап, ол туралы естелігімен бөлісті. Ол танымал журналистің құпия сақтай білетін, әрі өсек аяннан аулақ жүретін адам болғанын жазды. Оған қоса, Құдайбергенова тележүргізушінің 1 жыл бұрынғы видеосын жариялады. Сіздей адам жоқ екен.
осыған көзім жете бастады. Бірде ағаның атын атап, қолайсыздау бір жазбалар жазып, сыртынан біраз сөз айтқан адамды жерден ап жерге сап, шырпыр шығып отырғанбыз. Аға кіріп келді. «Туысқандар, қалайсыңдар?» деп. Арқасындағы зілдей іші толы кітап рюкзагын терезенің алдына қоя салды да, өзі редакцияның бір бұрышында тұрған диванға жайғасты. Айтқымыз келіп отыр, әлгі жазба жайлы. Айта алмаймыз. Бір кезде әйтеуір ебін тауып айттым-ау. Және дәл қазір өзіне звондап айтыңыз. 200-ділігін деймін ғой зілденіп. Аға түк таңғалмастан, тура суреттегідей жымиып қана, «Әлеке, көрдім оны. Ерунда, жақсы жігіт ол. Әлі-ақ түсінеді қатесін. Оған бола көңілдерің түспесін», дей салды. Болды, тема жабылды. Ағаның алдында бір адамды жамандап, сыртынан сөз етудің қажеті жоқ. Бәрібір қосылмайды. Түк естімеген адамдай монтиып отыра береді, деп күлетінбіз. Рас, адам деген солай да тәрбиелейді екен ғой жан-жағын. Ағаға сырын айтпаған, мұңын шақпаған адам кемде-кем шығар. Соның бірінде сыртқа шығармайтын. Біреуге кектеніп, біреуден қарымта қайтару, тістену, кекету, жөн-жосықсыз өкпе-реніш деген атымен жоқ еді ғой ағада. Кімнің ненің болса да көлеңкелі тұсын емес, күнге бетін көретін. Бізге де күн сайын осыны айтатын. Өтірік айтқан уәдесінде тұрмаған адаммен жаны қаседі бірақ. Әйтпесе жігіттерді аямайтын. Сол заматында ақ, «Мынауың еркектік емес, батыр» дей салатын. Ар, адалдық, тазалық, жақсылық, әділеттілік, шындық, ізгілік, мейірімділік сияқты қасиетті ұғымдар сізбен бірге еді. Сіз сүрген өмірде бәрі таза қалпында қалыптау. Бәрін реттеп, бәрін өз орнына қойып кетіпсіз ғой қарап отырсам. Сіз барда адамның бәрі жақсы еді, бәрі бірдей мейірбан еді. Сіз кеткелі біраз дүние өзгерді, адамдар да. Уақыт өткен сайын, күн өткен сайын тұлғаңыз биіктей түсті ағау, деп жазды ол.